Қайырлы күн достар. Бүгін біз мороженое дайындайтын боламыз. Достар, менің видеомды көрмес бұрын бірінші менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Бар жоғы 2 ғана заттан дайын болатын мороженое. Бірінші салқын сүтімізді атысымызға құйып аламыз. Оның үстіне құрғақ смесімізді қосатын боламыз. Менде фисташковый түрі. Бұндай түрдің өте көп түрлері бар. Маған осы түр өте қатты ұнайды. Кішкене ғана примерно 1 кеседей салқын сүтімізге осы сместі қосып жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Неғұрлым осындай үлкен ыдыс алған жақсы. Біздің миксеріміз миксерлеген кезде біздің смесіміз үлкейетін болады. Миксердің жай жылдамдығына, жоғары жылдамдыққа қарай жаймен көтеріп миксерлейтін боламыз. Миксерлеген кезде өзі қою болып шығады. Сол кезде біздің смесіміз дайын болды деген сөз. Достар, менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерді алда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Және сіздерден лайк, комментарий күтемін. Мінекей, мен осы кезде жоғары жылдамдықты қостым. Осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей, смесіміз дайын болды. Енді әртүрлі формаға құйсаңыздар да болады. Мен осындай формаға құйдым. Қақпағы барлығы жабылатын, тегіс етіп құйып шығатын боламыз. Смесімізді құйып болғаннан кейін бетін жақсылап жауып, морозильникке 5-6 сағат қоятын боламыз. Мінекей, біздің смесіміз, мороженеміз дайын болды. Менде 6 сағат тұрды. Енді осында қасықтың көмегімен алып ыдысымызға саламыз. Дәмі өте күшті болып шықты. Өзіңіздің көп уақытыңызда кетпейді, тез дайын болады. Әсіресе осындай жаз мезгілінде балаларыңызға өте қатты ұнайды. Ыдысымызға салып балаларға береміз. Дәмі де күшті болып шықты. Осы фисташковыйдың дәмі өте ерекше болып шығады ғой. Бізге өте қатты ұнады. Мінекей, біздің мороженеларымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен болған Баян.